Аружан, қош келдіңіз. Хош көрдік, саламатсыз ба? Өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, жалпы бұрын соңды тұрмыста болғансыз ба? Иә, тұрмыста болғам 18 жасымда. Өзімнің еркіммен емес, ол бірақ алып қашу болатын. Солай, тұрмыста болғам жалпы, иә. Арада бала бар ма? Бала жоқ. Отбасыңыз жайлы, ата-анаңыз, бауырларыңыз, қазір қайда жүрсіз, қай қалада? Негізі Алматыға осы жақында келдім, жұмыс бабымен. Қазіргі уақытта боспын. Семьяда біз 6 ағайындымыз, мен үйдің кенжесімін. Шымкенттің қызым дедіңіз, Шымкент облысы, Арыс қаласы ғой, иә. Арыс. Жасым 23-те дедіңіз. Иә, 23-те. Енді бұрынғы өміріңізден түйген, жалпы болашақта сізге қандай ер азамат керек? Маған ба? Иә. Более серьезный. Айтты ма, еркек бір сөзінде тұрып істейтін, жауапкершілікті ала білетін, жалпы қыз баласын сыйлап білсе болды ғой, өзінің нормасын білсе. Жаңа енді барлық қатысушыларда енді ойлап жүрсіздер, неге Шерхан деген сияқты сұрақ қой. Неге мен таңдап келдіңіз? Қандай бір қасиеттерін көріп дегендей? Сабырлы, одан кейін более андай ғой. Жоқ, өз-өзіңізді ұстауыңыз, пікір айтқаныңыздың барлығы, білмеймін енді кімге қалай көрінетін, бірақ маған орынды көрінеді. Жалпы сол қырларыңызды байқадым, после этого тағдырласпыз деген сияқты ғой. Қуаныштымын сізге. Қатысушылар сұрақ қойса болады ма? Айжан сөйлексін. Ал Айжан сөйлесін дейді. Олса ханым өте сұлу болып отыр. Рахмет, сіз де. Аружан, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Неге Шерханды қайта-қайта түсінбеймін да, Бауырса ханым неге Шерханды бәрі таңдап келе береді. Негіз бұл эфирда өмірде Шерханға мүлдем басқа, ол қыздарды сыйлайтын сияқты көрінеді да эфирде, бірақ өмірде оған келіп жатыр қыздар. Қанша үміткерлерді жіберіп алып жатыр да. Мен ойладым, соңғы қызбен, негізі алдында келген қызбен бірдеңе болатын шығар деп ойлап едім. Өте әдемі қыз келді тоже. Айжан, не болды сізге? Неге ойыңыз өзгеріп кетті? Шерханды жақтап отыратын едіңіз? Енді мен Шерханды тоже басқаша қабылдап жүрдім да, Шерхан өзі өзгеріп кетті негізі. Или біреу өзгертіп жүр осы жерде. Не болды, айтыңызшы? Не болған сияқты? Бір қарындастарыма өзгертіп жүрген сияқты. Содан сіз ашулысыз? Ашулымын, иә, сол қыздарға. Жоқ, енді Айжан, мынандай дүние ғой, мысалы, осында біз отырмыз, қатысушымыз, әрқайсымыз үміткер күтеміз, Мен өзімдікін 100% дұрыс демеймін, бірақ енді келген үміткерлердің барлығымен енді жұп болып, или болмаса бір құрдан-құр уақытын алғым келмейді. Сол себептен ашығын айтып, менде де уақыт жоқ деген сияқты ғой. Бауырса ханым, уақыт жоқ дейді, бірақ басқаларға уақытын табады бұл кісі. Сосын Шерханды негізі вообще ұнатып отқан жоқпын. Қыздар просто өздерін сыйласа екен деп ойлаймын. Сіз сыйласаңыз өзіңізді енді ойланып қараңыз, өйткені бұл жерде жүрген кейбір жандар Шерханды өзгертіп жүр. Әлде айтам сізге, осы моментті ұмытпаңыз. Сосын қыздар шамалы сыйламайтын қыздар бар да арамызда, өздерін. Бұл Шерханды сондай нәрсеге үйреніп жүр. Негіз Шерхан мүлдем басқа еді, қазір сол өздерін сыйламайтын қыздар Шерханды сондай тірлікке итермелеп жүр деп ойлаймын. Бәрі бірде Шерхан кінәлі емес, сонда қыздар кінәлі болып қалды, иә? Негізі Шерхан жақсы дейсіз. Салтанат? Бауырса ханым, мен негізі жаңа үміткер ханым айтып отыр ғой, тағдырлас екенбіз деп ше. Мен сұрайыншы деп едім, негізі ажырасқан қыз және баласы жоқ, және баласы бар еркекке келіп тұрса, ол тағдырлас болып есептелінеді ма сонда сізге? Сіздің балаңыз жоқ қой, неге өзіңізді тағдырлас ретінде қабылдайсыз дегенім ғой? Негізі әркімнің түсінігі әртүрлі ғой. Біреулер айтады тағдырлас дегенді. Мен мүмкін қазір бір үйленбеген жігітке келгенімде, оның ойы мүмкін басқаша болар ма деген сияқты ғой. Сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, жауапкершілігі бар еркек керек деп. Мысалы үшін сіз өзіңіз жауапкершілікті ала аласыз ба? Ертең мысалы үшін Шерханның баласы бар, оның баласы сізге келмей қоймайды дегенде, оған қарау керек болады. Бәрібір өзіңіздің вниманияңызды материалдық жағынан, физикалық жағынан болса да бөліп отырасыз. Негізі былай ғой, мен Шерханды таңдап келдім, бірақтан ол нәрсе айтпайды, мен өз-өзімді бағаламайтын деген нәрсе емес. Мен Шерханды тек экран сыртынан ғана білемін, экран сыртынан көремін.
әр адамның пікірі әртүрлі Шерхан туралы, бірақ мен өзіме танысып көрейін, содан кейін көре жатарым қалай болады. Ринат. Саламатсыз ба, Аружан? Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Мен мына жерде просто Шерханға сұрақ қойғым келіп отыр. Шерхан, бір емес уже 5-ші үміткер ғой деймін ба келіп отқан саған. Бірақ бір үміткермен де бір кездеспедің. Енді қайта осы қызбен бір кездесу жасайтын шығарсың, Енді бірінші шымылдық ашылсын, қазір танысайық, білісейік, сосын айтамын. Андай ғой, Балауса ханым, біз ортаға шығып үміткермен қанша кездессек те, осы жерде Шерхан бізге қарай шығады ғой. Ойбай, өйтпейсің, сен бүйтпейсің деп. Енді Шерхан, сен осы жолы осы үміткермен кездеспесең, саған уже жоба шара қолданатын сияқты. Енді Алла қаласа, алдағы уақытта көреміз. Әлі шымылдық ашылған жоқ, жай тағы айта тұрмын. Нұржан. Қош келдіңіз, Аружан. Негізі Аружанның түрі таныс болып отыр. Мен бір-екі жерден көріп қалған сияқтымын. Арыстікімін дедіңіз ғой, Енді сіз үміт артып келіп отырсыз. Бірақ енді тағдырлас деп жатсыз. Бірақ Шерханға өзімен тағдырлас адам керек емес негізі. Бұл өзі ажырасқаннан кейін ғана ажырасқан қыздарды қабылдаймын деп айтып жүр ау. Негізі бұның мақсаты, талғамы барлығы ажыраспаған қызда да. Қазір сізді келіп отқаннан кейін сіздің де үмітіңіз ақталмай қалатын сияқты болып отыр да. Шерхан өзі сондай әдемі сөйлейді, әдемі пікір айтады, бірақ тірлігімен оның бәрін жойып жібереді да. Келдіңіз ғой сіз. Сізде бір-екі кездесу, одан кейін сізді де қайтаратын сияқты бұл кісі. Нұржан, нағып адамның сыртынан том пішіп өтірік болса да бүйтіп сөйлей бересіңдер. Міне қара. Тисе терекке, тимесе бұтаққа деп сөйлей бермесеңдерші. Осындай сияқты дегеннен гөрі нақты айтатын фактылар. Сыртынан емес қой, Нұрдәулет, сыртынан емес. Кәдімгі істеп жатқан тірліктеріне көріп, одан кейін айтып жатырмыз. Бұның талғамы, мен тағы да айтамын, ажыраспаған қыз, ажырасқан қыздар келе ма, шетінен қайтара береді. Осы сөз жаттап алыңдаршы қатысушылар. Ажырасқан қыз келеді, Шерхан шетінен қайтарады да отырады. Енді Нұржан, бір нәрсеге сүйеніп айту керек қой, адам бір аргумент болу керек. Не себептен олай ойладың, сен айтшы. Осы уақытқа дейін саған ажырасқан қыздар келді, төртіншісі келіп отыр. Сен бәрін қайтарып жатсың. Мен тағы да айтамын, тағы да қайтарасың сен. Мен түсінбей тұрмын да, Нұржан, немене сен тәуіпкерлік қасиетің бар ма? Бірден тұрып дөп басып, мен қайтам, мен істеймін, ондай болмайтын шығар бәлкім. Әлде сендер Шерхан жақсы сөйлейді деп көре алмайсыңдар ма бұл жерде? Шерхан бірден пікір айтса, орынды нақты айтады. Мен мына жерде ойламаймын, енді Шерхан бірден қайтарып салды деп. Өйткені әп-әдемі жақсы қыз келіп отыр, талғамында қыз келіп отырған сияқты. Сондықтан бірден бұндай деп дөп басып айтып келеді. Әрине қайтармайды. Мынандай әңгімеден кейін бірден қайтарып жүрсе, тағы атылады дейді да, бұл бір-екі кездесу жасайды. Бұл енді логикасы ғой, енді тәжірибелі қатысушы ғой, не дегенмен. Бірақ енді айтып жатсын. Жігіттер, қыздар былай ғой, біз 4-ші сезонда отырған кезде, мысалы, экс әйел жұбайымен біз бәріміз үйленеді деп ойлаған жоқпыз. Мысалы ше, ал бірақ Шерханның ойы өзгеріп кетті да, біз өйткені талаптар бір-біріне келмейді. Ақботаның талабына Шерхан келмей тұрған, Шерхан талабына Ақбота келмей тұрған. Бірақ та екеуі үйленіп кетті. Тура сол сияқты нәрсе болуы мүмкін да. Бұл өмір, барлығы мүмкін. Сол үшін сәтсіз шықпау үшін талаптарды аттамау керек та, сол үшін. Талап қойдың ба, сода тұру керек. Әйтпесе сәтсіз шықпалады ол нәрселер. Ол үшін екі адам да зардап шегіп қалады. Не үшін сәтсіз шықты? Орталарында бала бар, дұрыс па? Мейлі екеу бірге болмаса да. Жоқ, қазір Нұрдәулет айтатын болсам, ауыр болып кетеді да, сәтсіз шықты ғой. Оны барлықтарың білесіңдер. Оны былай тақай берудің қажеті жоқ, Нұрдәулет. Ол сәтсіз шықты деген нәрсе емес. Ол сабақ. Екеуінде де сабақ. Ол нәрсе болу керек болды. Негізі айтып жатсыздар ғой, сәтсіз шықты деген сияқты дүниелерді. Мен ойлаймын, ол нәрсе менің талаптарымның өзгермегенінен, или өзгергенінен болды деп ойламаймын. Себебі бізде отбасылық өмірде мүлдем басқаша болды. Біз қыз жігіт болып 7 айдай бірге жүрдік. Ол кезде барлығы дұрыс етін. Барлығы. Ал ертең отбасылық өмірде мүлдем басқаша болады. Оны енді үйленгендер, может быть, білетін шығар, енді біраз көргендер, мұнда отырып, әлі үйленбей жатып, алысқа шауып айтып отқан ақылсымақтарға мен әлі көресіңдер болашақта деп айтқым келеді. Балсан, қайырлы күн баршаңызға. Аружан, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Мен мына жерде Айжанға айтқым келіп отыр да. Айжан, сен мына жерде Шерханға жақсылап жағымпазданып жүрдің да. Енді мына жерде Айжанға сен кімге аяулымға айтып жатсың ғой, өзін сыйлайтын қыздар деп ше. Өзін сыйлайтын қыз туралы сен айтпай ақ қой. Мына жерде Жанбекке бір жабыстың, Шерханға бір жабыстың, одан қалса жағымпаздандың. Енді саған қарамағаннан кейін Шерханды қаралаудың керегі жоқ. Енді Шерхандікі де дұрыс бір жағынан деп ойлаймын. Себебі сезім ашылмаса, мына жерде шамалы болсын бір нәрсе былай түртілмесе, қалай ол барып әр қызға барып ашин үміткер болып келді екен деп барып үлкен нәрселер жасай бермейді ғой. Мүмкін осы қызға сезім ашылып қалар. Сезім ашылған кезде Шерханды көрдік қой алдында, әйеліне сезім ашылған кезде жасайды сол нәрселерді. Аяулым. Баршаңызға қайырлы күн. Маған айтылған екен ғой, енді мен ойладым, маған емес деп.
Енді Айжан ханым сізге жауап бере кетейінші, сыйлайтын сыйламайтын қыз деген әңгіме кетіп жатыр екен ғой, сыйлайтын қыз өзі, егер де сіз өзіңізді сыйлайтын қызбын деп ойласаңыз, онда өзіңіз олай поступать етпеш едіңіз. Это во-первых. Сосын мен бұл жерде сыйламайтындай тірлік істеп жүрген жоқпын. Мен бұл жақта барлық, тағы да қайталап айтам, барлық қатысушылармен бір деңгейде араласамын. Ешқай жігітке үміт те берген жоқпын, ешкімнің артынан осы күнге дейін жүгірген де жоқпын, өтпей қалған товар ұқсап өзімді әрбір еркекке пихать етіп жүрген жоқпын. Так что сөйлейтін кезде аузыңызға ие болып сөйлеңіз. Айжан. Баласахан, айтып кетейінші осы жерде қыздарға қазір Айжан берем саған сөз. Өздеріңді солай төмен көрсетпетіндер, андай товар деген сөз ол негізінде қыз балаға тән нәрсе емес, біз адамбыз. Олай айтқан шынымен де менің жаным ашиды, олай айтқан товар деп мысал келтірмеңдерші, басқа да мысал көп қой. Балауса ханым, енді неше түрлі сөздер айтылады осы эфирде. Соның бәрін маған жаба салады ғой көбісі. Кім айтты, Айжан шығарды. Аузын ашса болды, Айжан болды. Кім кінәлі, мен кінәлі. Солай ақ болсын, жарайды. Өздері айтып алады да, сосын өздері мойындамайды сондай жаман сөздерді. Осы жерде аяулым саған жауап бере салайын. Бұл жерде аяулым Лаураны үйретіп жүр екен. Сен жаныңда жүрген жаман адам деп бар ғой. Екеуміздің арамызға түсіп жүр да, не то что Шерханның арасына емес. Бұл жерде Лаураға жаңағыдай ақыл үйретіп жүрген, жанында жүрген адам жаман деп. Арамызда не бар екен білмейсіңдер, сендер ойланып барып айтыңдар сосын. Сендер сияқты екі құрбы болып, ортамызда бір жігіт жүрген жоқ. Сендер до того бір жігітке бола екеуің ұрсып, бір-бірлерің үйлерінен көшіп кеткенсіңдер. Енді келіп құрбы болып жүрсіңдер. Ол не өтірік әңгіме? Айжан, сіз жалпы каждый осы жақта болып жатқан дүниені көре алмайсыз ба, мен білмеймін. Біз Аделя екеуміз бір жігіт үшін ешқашан қырылмағанбыз. Это во-первых. Сосын во-вторых, ол үйден көшіп кеткеніне сіздің не шатағыңыз бар? Ол көше ма, көшпей ма, өзі білет, ол жігіт үшін емес. Либо сіз қатты қызғанып айтасыз, сосын айтып жатсыз, Шерхан екеуміздің арамызға түстіңдер деп. На то пошло, сендер Шерхан екеулерін жүргенде жоқсыңдар. И Лаура екеулердің араларына мен түскенде жоқпын. Так что ана миыңдағы шариктарыңды түзеп аласың ба, сөйтіп түзеп алып, бірақ сөйлейсің ау. Аделя. Балауса ханым, мен бір рет айта кетсем, Айжан ханымға бағана айтып отырға, аяулым Лаура екеуміздің ортамызға түсті деген секілді. Аяулым екеуміздің ортамызға түсіп мені балағаттап сөздер айтқан болатын. Соны айтпай ақ қойын, Шолпан ханымға айтқым келіп отыр. Адамға бірінші өзіне сөз өтпейді, бұл кісіге түзелетін кісі болады, түзелмейтін кісі болады дегенде бұл кісіге ауыздарыңызды ауыртпай қойыңыздар деген келіп отыр. Аружан, қош келдіңіз. Сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Екеуіңіз де тұрмыста болыпсыздар, үйленген адамсыздар. Алдағы уақытта бір-бірлеріңіздің экс жұбайларыңызбен салыстырмайсыздар ма? Болашақта барлығы жақсы болып кетіп жатса? Жоқ, мүлде. Менің тарапымнан ондай нәрсе жоқ. Мен негізі былай айтқым келеді, өтірік айтқым келіп тұрған жоқ. Кейде өзім тарапынан айта берейін, бұрынғы ғашық болған адамды кейде іздеп қаласың, анандай моменттер болады. Осындай осы бір қасиеттері мен болашақ жарымда болса екен деген сияқты бір моменттер болады ше. Жақсы болады ғой бір өзіңнің кезінде соған қалай ғашық болдың, сол моменттерді қайтадан бір басыңнан өткізгің келеді. Сол жағынан мүмкіндігінше ұқсатуым мүмкін енді. Енді Баласахан, қайырлы күн. Негізі бағана Нұржан айтып жатқаны шын әңгіме негізше. Өйткені Шерхан өзі бұл 4-шісі ма, 5-шісі ма? Ойдама деген өзі Баласахан ұят нәрсе. Алдында айтып еді ғой, негізі шарт қолдану керек деген сияқты. Бұл жолда Шерханнан түк шықпайтынына біз шынымен сенімді отырдық. Кішкене келген қызды аяп отырмыз Баласахан. Бәрібір де Шерхан бұның үмітін ақтамайды ғой деп ше. Шынымен одан кейін Шерхан сенімді. Бағана Нұржан айтқандай кішкене үйленбеген бойдақ кішкене сондай қыздарға қарап жүр дейді ғой. Сен адам деген кішкене артына қарау керек, Шерхан. Адам артына қарау керек, өзінің артына бір қарап қой. Сен ондай адамға лайық емессің, Шерхан, негізше. Саған наоборот өзің тағдырласың, сен ажырастың ба, саған ажырастың қыз керек сондай. Жоқ, кішкене адам өзінің бірінші артына қара, артына бір қарада талаптарын солай қой сен. Жоқ, неге сендер олай айтып жатсыңдар? Мен Нұрдәулет ұқсап айттым ба мұнда? Мен талаптарымды айттым ғой, мен ажырасқан қызды қабылдаймын, мен қараймын, ондай қыздармен арақатынас құрамын, мен ондайға дайынмын дедім. Мен қарамаймын. Егер ғашық болып қалсам, талап, малап, шалап бәрі өзгереді. Сен қара, Шерхан, сен наоборот. Сөздеріңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнамада